Осындай приправа қалай жасау рецептін қазір сізге көрсетемін. Помидор алдым. Бір үш жерде 5 келідей помидор бар. Сосын мынандай болгарский қызыл перестен 1 келідей. Чеснок бір 200 граммдай. Сосын мына пересті мен тек біреуін алдым. Мына ашшылығына қарай өзіңіз қарауыңызға болады. Өйткені мен мындай қатты ащы приправа көп жақсы көрмейді біздің балаларымыз. Тек кішкене ғана ащы болса болды. Осы ингредиенттерді қазір турап дайындаймыз. Мен помидорды осылай турап алдым. Енді қазір мен сұрыпкыдан өткіземін. Сұрыпкыдан. Надо. Ну что? Менде уже бәріне сұрыппен өтіп дайын тұр. Бәрін араластырамыз. Ішінде чесногы барлығы міне. Көріп тұрғандарыңыздай. Сосын араластырамыз. Сосын дәміне қарай тұз саламыз. Мына жерде 5 литрдай аджика болып тұр. Соған 2 қасық столовый қасық тұз салдым. Перец пап. Аспирин таблеткасын алдым. Аспирин таблеткасын саламын. Кейбіреулер ұнтақтап салады, кейбіреулер былай сала береді. Өйткені помидордың суына ол тез еріп кетеді. Сосын 2 қасық шекер салдым. Енді осының барлығын араластырамыз. Араластырып, қайта араластырып, 1-2 сағатқа қойып, сосын көбігін кішкене алыңқырап, содан кейін банкке салып тастаймыз. Араластырып жатырмын. Ішіне кішкене шемішкі май қоссаңыздар да болады. Өте дәмді қыста. Осы күйінде тұра береді. Аспириндер бұзылмайтындай әсер етеді. Осындай приправа шықты. Аджика міне қарап тұрсаңыз міне.